Баршаңызға сәлем. Сіздің сметанный пирогыңыз ортасы ағып, толық піспей және көтерілмейтін болса, онда осы видео сізге арналған. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі 200 грамм ұн және осыған 80 грамм сары май немесе маргарин қосып үгітетін боламыз, яғни крошка жасаймыз. Сіздерге толығымен асықпай түсіндіріп жатырмын, түсінікті болу үшін. Майдың майлығы маңызды емес. Мінекей осындай крошка жасап алдық. Енді осының үстіне 1 шай қасық разрыхитель қосамыз, қатты толтырмай. Онымен бірге араластырып аламыз оны да. Енді бір жұмыртқаға 45 грамм қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қанттың кішкене еру керек. Жұмыртқаның көлемі менде бірінші категориялы. Егерде отборный үлкен жұмыртқа болатын болса, онда сіздерге ұнға 10 граммдай қосымша ұн қосуларыңыз керек, өйткені қатты жабыспақ болып кетеді. Ұнның ортасына құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Ешқай жерінде ұнның түйіршігі қалмайтындай етіп, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліп, және осы видеоны қолдау ретінде өз таныстарыңызбен, туыстарыңызбен WhatsApp желісі арқылы, интернет желісі арқылы бөліссеңіздер болады. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осы қамырды салафанға салып, салмасы дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 400 грамм қаймақ, менде майлығы 15%. Оның үстіне 3 жұмыртқа саламыз. Бірінші категориядағы орташа жұмыртқа, егерде сізде үлкен жұмыртқа болса, онда 2 дана салыңыздар. 3 жұмыртқа және 100 грамм қант саламыз. 1 шай қасық тола кукурузный крахмал саламыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал салыңыздар, картофельный болмайды. Барлығын салып болдық. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе миксермен араластырсаңыздар болады. Осы уақытта духовкаңызды 180 градусқа қыздырып қойыңыздар алдын ала. Мінекей барлығын толықтай араластырып алдық. Енді жаңағы илеп дайындап қойған қамырымызды холодильниктен алып, осы формамызға жайып шығатын боламыз. Бортик жасап. Менде форманың диаметрі 22-лік диаметрлік. Тегіс етіп жайып және жан-жағына биік етіп бортик жасаймыз. Мінекей формамызды жасап шықтым. Енді осының түбін шанышқымен тесіп шығамыз. Қамырымыздың ортасы қатты көтеріліп піспеу үшін. Осы қамырымыздың үстіне енді дайын болған салманы құйып, 180-200 градуста 45 минуттай асықпай пісіретін боламыз. Және пирогымыз толықтай піскенше духовканың бетін ашпаңыздар. Жан-жағында қамыры сарғайып піссе болды, пирогымыз дайын. Егерде сізде духовкаларыңыз қатты қыздыратын болса, 180 градуста пісіресіздер. Менде әсел пеш, сондықтан 200 градуста пістім. Мінекей піскен кезде осылай биік болып көтеріледі, және 1 сағат, 1,5 сағаттан толықтай салқындатып барып, пирогты кесіңіздер. Ыстықтай формадан шешуге болмайды. Мінекей пирогымыз дайын.